Өрт сөндіруші қалайша мұз құрсауында қалды. Әлеуметтік желіде кең таралған бейне жазбадағы кім екені анықталды. Ол Нұрсұлтан Сыздықов. Қосшы қаласындағы мобильді бригаданың өрт сөндірушісі. Оқиға 12 желтоқсан күні болған екен. Ақмола облысы Төңкеріс ауылында қызылы жалмен күрескен ол соңында мұзды мүсінге айнала жаздаған. Тілшілеріміз құтқарушыларды тауып тілдесіп қайтты. Бейне жазбадағы Нұрсұлтан Сыздықов минус 36 градус суықта өртпен алысқан батыр. Жалаңдаған отқа су шашам деп үсті малмандай болады. Ал арқаның ақырған аязы оны әпсәтте мұз қылған. Денем дірілдеп тоңғанда ғана кетелдің киім-кейпін жоғалтқанын ұқтым дейді. Мен өзі лестницаның үстінде тұрған, екінші қабатта су сөндіріп тұрған бетте өзі байқаған жоқ. Ар жақтан, жан жақтан су шашып атқан бетте үстіміз су болып, уже тоңғаннан кейін астына түсек денем бәрі қатып, уже түсе алмадым саттан. Кейін төмен түсіп, автокөлікке ауысып жылындық. Бейне жазбаны өрт сөндіру автоцистернасының жүргізушісі түсіріп алған. Әлеуметтік желіде тарап кетеді деген ой үш ұйықтаса да түсіне кірмепті. Енді біздің ойымызда ешқандай ондай болған жоқ, былай таратып, соцсетке ешқандай. Өз сөзімен бізді қанаттырып, жаңағыдай арман қарай жұмыс істеуге қарқындылық көрсетіп, сондай бір демеулер берді. Нұрсұлтан Сыздықов Қарағанды облысы Нұра ауданының тумасы. 2012-19 жылдар аралығында әскери қызметте болған. Кейін өзін басқа қырынан сынап, өрт сөндіруші қызметіне ауысып келіпті. Мамандығымды мақтан тұтам дейді кейіпкеріміз. Жалпы құтқарушылардың мойнына жүктелген міндет ауыр. Аққар көк мұзға қарамастан бастарын бәйгеге тігеді. Зұлқарнай Ермұратұлы, Әлихан Сатылған, Жібек жолы.